Балалы үй базар. Авторы Алима Есенқұл. Дина үйдегі жалғыз қыз. Анасы Динаға аяғы ауыр кезде күйеуі ажырасып кетті. Қызы дүниеге келген соң анасы әке-шешесінің қолына Динаны беріп, өзі қалаға жұмысқа кетті. Қызына киім-кешегін алып, апта сайын келіп тұрды. Уақыт өте Дина да бойжетті. 9 сыныпты бітіріп қалаға анасының қолына келеді. Бірден колледжге түсті. Дина білім алып, өзі қалаға мамандық иесі болғысы келді. Аяқ астынан жазым болып, анасы құрылыс жұмысын істеп жүріп, омыртқасын сындырып 2 жыл төсекте жатып қалды. Дина анасы үшін қатты қайғырып, уайымдап жүрді. Алладан сұраған дұғасы қабыл болып, анасы 2 жылдан кейін жүріп кетті. Бұл жаңалыққа жас қыз қатты қуанды. Өмірдегі ең керемет бақытты сәттерінің бірі анасының жүрген еді. Анасының қамқор болып, жаны ашыған Дина ары қарай оқуын жалғастырмады. Өзінің орта біліммен жұмыс істеді. Бір күні пәтерлерінің бір бөлмесін жалға алған қыз өзінің анасына күтуші керек екенін айтты. Жақсы жалақы төлейтінін де ескерді. Дина анасымен ақылдасып 2 айға күтуші болуға келісті. Өзі қарайтын апаның сол жақ қолы мен аяғы істемейді екен. Дина қарт кісіге қолынан келгенше массажын жасап, дәретханаға әкеліп апарып тұрды. Үлкен кісі Динаға алғысын айтып, жақсарып қалған соң ауылға қайтты. Апаның ұлының шағын мейрамханасы бар еді. Кейіннен Дина сонда аспаздың көмекшісі болып жұмысқа орналасты. Өзі де неше түрлі ас пісіруге қолы ептетін. Дина қалаға келгенде 16 жаста болатын. Сол уақытта алғаш рет жігітпен жүріп көрді. Ол жігітті Динаға бір домда тұратын, бір группада оқитын группалас қызы таныстырған. Ол жігіт сол қыздың жігітінің досы екен. Есімі Мақсат. Сол жігітпен жүріп жүргенде ол мектепте 11 сынып оқитын. Дина колледжде оқыды. Жігіт оқуға түсіп 2 жылдан соң басқа қызбен танысып өзгерді. Жігіті басқа қызды тауып алғанын Динаның жүрегі сезіп күдіктенді. Мақсаттың телефонын жұлып алып, ішін ақтарды. Өзінің күдігі рас болып шықты. Мақсаттың басқа қызбен ғашықтық хаттарын көрген Дина есеңгіреп қалды. Біреу жүрегіне қанжар қадап алғандай күйде болды. Дина мен Мақсат сөзге келіп қалды. Жігіт ол қызбен жүргеніме аз уақыт болды, не болғанын білмеймін деп ақталды. Бір жағынан Динаны қимай тұрғандай болды. Қыз ренжіп, онымен сөйлеспей қойды. Арада 10 шақты күн өткен соң, жігіт түк болмағандай қайта хабарласты. Дина ашуланып, айқайлап, 2-ші рет хабарласпауын ескеріп, телефонды қоя салды. Сыртынан жек көріп ашуланғанымен, Дина жігіттің қатты сағынып жүрді. Өзі де тағы хабарласар деген үмітпен арада 1 жыл өтті. Қыз жігіт жүрген жерлермен жүріп, бәлкім көрініп қалар деген оймен біраз жүрді. Бір күні Дина құрбы қыздарымен Мақсаттың колледжінің қасына келді. Жігіті де достарымен бірге сонда жүр екен. Динаны көрген Мақсат таңырқап қалды. Дина амандаспай ол жерден өте шықты. Мақсат кешкісін өзі телефон соқты. Екеуі қайтадан сөйлесіп кетті. Динаның ойында жақсы көрумен бірге кек алу да бар еді. Мақсат қызға күн ара хабарласып тұрды. Әңгіме барысында жігітің бар ма деп қыздан сұрап та қояды. Дина кек алу мақсатында әдейі, қайсы бірін айтайын деп жынына тиетін. Расымен де жігіттер бар болды, бірақ ешбірі сезімін селк еткізбеді. Мақсатты ұмыта алмады. Екеуі дос ретінде қайтадан сөйлесіп жүрді. Мақсат Динаға шынайы сөз салды. Екеуі жүре бастаған сәтте жігіт әскерге кетті. Мақсат әскерде болса да Динаға хабарласып тұрды. Қыз жігітінің бұрынғы қылығын ұмыта алмады. Алладан басқа жігітті сүйіп қалсам екен деп тіледі. Сөйтіп жүргенде бір күні өзі жұмыс жасайтын жерге жаңадан жұмысқа даяшы болып келген жігітпен танысты. Есімі Асыл еді. Ашық, пысық, әзілқой. Дина оның өзінде көңілі барын сезді, бірақ қыздың деген оған сезімі болмады. Әріптестермен жақсы отырыстар да болып тұрды. Осындай отырыстың бірінде Асыл Динаны үйіне жеткізіп салды. Екеуі ұзақ сөйлесті. Уақыт өте келе Асыл Динаға жақсы жігіт болып көріне бастады.
Күн сайын үйінің алдына машинасымен келіп те жүрді. Кей кезде Динаның шыққысы да келмейтін. Асыл бір күні қызға сөз салды. Дина бірден келіспеді. Бірақ Асылға бауыр басып, ол келмеске алаңдайтын болды. Мақсат келсе айнып қаламын ба деген ойда болды. Мақсат әскерден сұранып, досымен бірге Динаға келді. Қыз жігіттің қасында 1 сағат әрең тұрды. Дина тоңдым деген сылтаумен үйге кіргісі келді. Қыздың өзіне салқындығын сезген жігіті, біреуді тауып алдың ба деді. Дина еш мүдірместен я деп жауап қатты. Мақсат досы екеуі Динамен суық қоштасып қайтып кетті. Дина Асылды шын сүйіп қалғанын қуанды. Бір жағынан бұлай жасауының себебі Мақсатқа деген бұрынғы реніші мен сенімсіздігі еді. Ақыры Асыл мен Дина отау құрды. Достары екеуінің қосылғанына қатты қуанды. Анасы, апа-атасы қыздарын қолдап ұзатты. Асылдың үй іші де үлкен той жасады. Дина босағаны аттап келін болды. Ата-енесі де жақсы жандар. Енесінің мінезі қаталдау, атасы момындау кісі еді. Ата-ене қолында Дина абысыны екеуі тұрды. Үлкен абысыны басында натпай түртпектей жүрді. Жас келін тойдан кейін күйеуінің рұқсатымен бұрынғы жұмысын істеп жүрді. Кешкісін жұмыстан келе сала Дина едендерді сүртіп, есік алдына шлангыдан су сеуіп, жарқыратып қоятын. Аяғына шашыраған мұздай суға жас келіншек мән бермейтін. Сонда да абысынның қабағы ашылмады. Дина не істесе де жаман ойлап, істеген тірлігін көзіне ілмеді. Күйеуі екеуіне жүрген квартирантысыңдар деп ұрқылдайтын да жүретін. Үйге табыстың көп бөлігін Асылдың ағасы табатын. Үйге азық-түлікті де солар алатын. Динаның келін болып түскеніне 2 ай уақыт болғанда қатты суықтап қалады. Неге көтере алмай жүрмін деп күйеуі екеуі бірдей ем алады. Клиникаларды аралап жүргендері не 1,5 жыл өтті. Бастапқыда инфекция бар деп уколдар мен дәрілерін алды. Дина мен абысыны бір күні қатты ұрсып қалды. Әрге жылап қалатын келіншек бұл жолы айқайға басты. Абысыны мен енесі аң-таң. Енесі екеуінің сөзін де сөйлемеді. 2 абысын бір үйде тұрып 2 айдай сөйлеспей жүрді. Үйлеріне қонақ келіп, екеуі қонақ күтті. Дина абысынның кіші баласын ескеп сүйді. Оны байқаған абысыны жылап жіберді. Енді ұрыспайықшы, ренжісем кешір деді. Жаны ашса керек. Сөйтіп, 2 абысынның тіл табысып, бір шаңырақта 1,5 жылдай тату-тәтті тұрды. Динаның бала көтере алмай жүргеніне 3 жылға таяп қалды. Динаның қайнағасы мен абысыны 3 жылдан кейін бөлек шықты. Дина олардың балаларын жақсы көріп, бауыр басып қалды. Абысындар кеткен соң үй қаңырап қалғандай болды. Қайнатасы жұмыс істеп, енесі күні бойы үйде болды. Жас келіншек күні бойы үй жинап, барлық шаруаны жасап жүрді. Күйеуіне күнде жылайтын, бала көтере алмаған Динаның жүрегі сондай нәзік болды. Кез келген нәрсені жанына жақын қабылдап, күйеуі кешіксе басқа біреуге кетіп қалды ма деп жаман ойлар маза бермейтін. Күйеуі екеуінің бармаған клиникалар қалмады. Жаса деген ем-домның бәрін жасады. Асылдың айлық табысы жақсы еді. Емнің өзіне көп қаражат кете бастады. Ата-енесі келіндерінің қашан бала көтеретінін тосып жүрді. Дина ондай кезде қатты қысылатын. Енесі намаз бастап кетті. Жатса да, тұрса да Алладан келіншектің балалы болуын тілейтін. Қай жерде тәуіп, әмші дегеннің бәріне түгелдей қаралып шықты. Балалы бола алмағанда Дина қапаланып, көп жылады. Көзінде жас та қалмады. Көбінде күйзелісте жүрді. Келіншектің бар ойы бала болды. Туыс, абысын, қатар құрбылары босанып жатқанда, оларға қызғана да қарайтын. Жас келіншек өзінен бұрын күйеуі мен анасын қатты уайымдады. Өйткені анасында Динадан басқа перзент болмаған соң, қызы немерелі болса екен деп тіледі. Асылдың достарының арасында жүзі жарық болсын деді. Одан біраз ойланып экоға бардық. Одан да нәтиже болмады. Динаға эконың жарты ақшасын анасы беріп, кейін де қызын біраз емдетті. Соңғы кезде келіншектің енесі ұрыс шығарып, осы анаң екеуің ақшаны қайда құртып жатсыңдар деді. Ол кезде Динада киста шықты. Оны естіген ене одан бетер ашуланды. Күн сайын ұрыс шығарып, жоқ жерден ілік тауып отырды.
үнемі анасын айта берген соң Дина шыдай алмастан өксіп жылап жіберді. Анасының ол ақшаны табуы да оңай болмады. Қыс айында мектеп шубалап, құрылыс жұмысын жасады. Күйеуі ұйықтап жатқанда Дина оны оятып, бар жағдайды айтты. Шығып шешесімен сөйлесті. Есік ашық тұрған соң Дина есік жанына шықты. Асылдың «Мама қойсаңшы, басқа ел алып, ол да бала көтере алмаса не істейсіз» деген сөздерін естіді. Енесі жөнге келмей, оны уақытында көреміз, кетсін деп жатты. Дина бәрін анасына хабарласып айтты. Анасы енесінің бәрібір тыныштық бермейтінін біліп, сөмкеңді ғана алда шығып кете сал деген қызын жұбатты. Дина сөмкесін алып шығып жатқанда Асыл да келіншегімен бірге шықты. Енесі «Соны төбеңе көтеріп жүр» деп ұрса жөнелді. Динаның үйден кетіп бара жатқанын аңғармаған сияқты. Динаның күйеуі «Қайда барасың?» деді. Келіншегі «Үйге» деді. Асылда үн жоқ. Динаны үйіне апарып жатты. Динаның жүрегі қарс айырылып жылай берді. Асыл екеуі үміттерін үзбей егоға дайындалып жүрген. Асыл ләм деместен Динаны үйіне алып келеді. Келіншектің жаны күйзеліп, мына өмірмен қош айтқысы келді. Жанарынан жылай-жылай жас үзілмеді. Біраз жылға қартайып кеткендей болды. Бір айдан соң анасының туыстарымен Дина заттарын алуға енесінің үйіне келеді. Есіктен кіре енесіне сәлем берген келіншектің сәлемін жақтырмай айқай салады. Енесі бірден «Мен осыларда бала болама деп күтіп жүргеніме 7 жыл болды» деп сілкіне. Сол сәтте Динаның мамасы әпкесі «Тоқтаңыз құдағи, біз қызымызды заттарын бірге алып кетеміз» деді. Енесі әп сәтте момын бола қалды. Асыл мен Динаның ұйқыға бару туралы жоспары еш өзгермеді. Ата енесі келіндердің көзіне жас алып, баталарын беріп, шығарып салды. Бұл жолы да экодан еш нәтиже болмады. Дина тағы да күйзеліске түсті. Соңғы күндері күйеуі өзіне суық болып келмей жүрді. Бір күні жұмыста болғанында Динаның қасына бір қыз келіп, «Әпке, басқа мұндайды сіздің күйеуіңізден күтпедім» дейді. Сөйтсе Динаның күйеуі Динамен бірге жұмыс істейтін қыздың құрбысымен кафеге барыпты. Құрбысы «Мына жігітпен кездестім, жақсы жігіт» деп фотосын жолдапты. Бұл қыз бірден танып, менімен бірге жұмыс жасайтын әпкенің күйеуі ғой деп таңғалыпты. Асыл қызға өзін ажырасып кеткенмін деп таныстырыпты. Қасында қыз бар жағдайды талқылап айтқанда Динаның аяқ қолы дірілдеп, көңіл күйі түсіп кетті. Ештеңеге қолы бармады. Еш сыр білдірместен қасында қызға «Иә, біз ажырасып кеткенбіз. Көрсін, жақсы жігіт» деді. Кешкісін Дина күйеуімен сөйлеседі. Бәрін айтып, суреттерін көрсетеді. Асыл ол қызбен әлеуметтік желіде ВК арқылы танысыпты. Асылда еш үн жоқ. Сәлден соң Динадан кешірім сұрады. «Кешірші, мен не істерімді білмей кеттім. Үйдегілер үйлен деген соң маған қыздар қарай ма, көрейін дедім. Кешірші» деп Динадан тағы кешірім сұрады. Дина Асылды кешіргендей күй танытты. Бірақ тамағына өксік аралас реніш кептеліп қалғандай болды. Сол реніші Динаға маза бермеді. Ақыры Асыл хабарласқан соң оған өзінің кешіре алмайтынын ескерді. Күйеуі үнсіз трубканы қоя салды. Дина өзін қолға алып, жан-жағына қарай бастады. Оянып, сыланып, өзін ретке келтірді. Өзінің ажырасқан құрбысымен бірге жігіттермен танысып көрді. Ондағы мақсаты өз бақытын тауып тұрмысқа шығып кету еді. Динаның атында несиесі бар еді. Зат алған. Бір күні күйеуі хабарласып, несиені жауап беретінін айтты. Динаға ол кезде қаржы ауадай қажет болған соң, ақыры келісті. Сөйтіп екеуі қайтадан татуласты. Динаның анасы ауға кетіп қалған. Асыл Динаға келіп қонып жүрді. Өзінің де үйіне баруды ұмытпады. Дина бар өкпе ренішті ұмытып, Асылды кешірді. Жалғасы бар. Каналды жоғалтып алмау үшін қоңырауды басып тіркеліп қойыңыздар.